Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында адам денсаулығына қажетті пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Адам ағзасында гемоглобин азайса, не істеу қажет? Қандағы гемоглобиннің төмен деңгейі көптеген денсаулық проблемаларын, соның ішінде анемияны тудыруы мүмкін. Анемия қанның құрамында гемоглобин жеткіліксіз болатын жағдай. Бұл қан арқылы тасымалданатын оттегінің азаюына келеді. Төмен гемоглобин белгілеріне әлсіздік, шаршау, терінің бозаруы және суыққа сезімталдықтың жоғарылауы жатады. Егер сізде гемоглобин деңгейі төмен болуы мүмкін деп күдіктенсеңіз, диагнозды нақтылау үшін міндетті түрде дәрігерге барыңыз. Гемоглобин деңгейін жоғарылатудың бірнеше жолдары бар. Ең қарапайым әдістердің бірі темір тұтыну. Темір гемоглобиннің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ол тіндерге оттегіні тасымалдауға көмектеседі. Темірді ет, құс еті, балық, бұршақ дақылдары, жаңғақтар мен жасыл көкөністерден алуға болады. С дәрумені темірді сіңіруге көмектеседі. Сондықтан оны құрамында темірі бар тағамдармен бірге тұтыну маңызды. С дәрумені цитрус, құлпынай, киви, қызыл бұрыш және қызанақта кездеседі. Сондай-ақ фолий қышқылын тұтынуды арттыру қажет. Фолий қышқылы денеге жаңа қызыл қан жасушаларын шығаруға көмектесетін маңызды компонент. Фолий қышқылы жасыл көкөністер, бұршақ дақылдары, дәнді дақылдар және апельсинде кездеседі. Гемоглобин темірге бай ақуыз. Оның қызметі ағзаның тіндерін оттегімен қанықтыру, олардан көмір қышқыл газын алып, өкпеге қайтару. Гемоглобиннің төмендеуімен тіндер мен органдар оттектің ашығуын сезінеді. Гемоглобиннің деңгейінің төмендеуі әдетте денеде темірдің жетіспеушілігін көрсетеді. Соның салдарынан анемияның барлық түрлері және басқа да патологиялар дамуы мүмкін. Егер адам организмінде гемоглобин төмен болса, мынадай көріністер орын алады. Құрғақ және бозғылт тері, еріннің шеттерінде жарықтар болуы, сынғыш тырнақтар, терінің қараюы, әлсіздік, өсудің тоқтап қалуы, шаштың түсуі, жиі әлсіздік пен шаршау, естен тану, ұйқышылдық, тұрақты бас ауруы, төмен қан қысымы, жылдам жүрек соғысы, иіс сезуінің бұзылуы, дәм сезу әдеттерінің өзгеруі, тәбеттің төмендеуі, ауыздың құрғауы, нәжістің бұзылуы, организмнің жалпы иммунитетінің әлсіреуі. Гемоглобиннің төмендеуі әрдайым клиникалық түрде байқалмайды және симптомсыз болуы мүмкін. Патологияны уақытында анықтау және қажетті емдеуді бастау үшін профилактиканы үнемі жүргізіп, анализ тапсырып отыру қажет. Әдетте гемоглобиннің төмендеуі басқа ауруларға байланысты жүреді. Сонымен гемоглобин мына жағдайларда төмендеуі мүмкін. Сыртқы және ішкі қан кетулер, бүйрек ауруы, эндокриндік жүйенің бұзылуы, ұзақ уақыт ораза ұстау, ұзақ мерзімді инфекциялар, басқа сипаттағы ісіктер, организмдегі және минералды жетіспеушіліктер, темірдің сіңірілуі бұзылған асқазан ішек жолдарының аурулары, қан айналымы жүйесінің аурулары. Егер қандағы гемоглобиннің орташа концентрациясы жоғарыласа, бұл ауыр аурудың бар екендігін білдіруі мүмкін. Асқазан ішек жолдары, астма, ісіну, аллергия, жүрек жеткіліксіздігі және басқалар. Артық мөлшердің өзі әлсіздікке, тез шаршағыштыққа, ұйқының бұзылуына, бас ауруына әкеледі. Сондай-ақ гемоглобин деңгейінің жоғарылауы тәжірибелі темекі шегушілерде, таулы аудандардың тұрғындарында және кейбір спортшыларда, мысалы альпинистерде қалыпты жағдай саналады. Ағзаның қан жасаушы қызметінің негізі біздің не жеп, не ішетінімізге байланысты. Ағзамен жақсы қабылданатын, қанға жақсы сіңетін тағам түрлерінің бірі сиыр етін қарақұмық ботқасымен жеген дұрыс. Созылмалы аурулардан кейін ағза қалпына келу үшін көп мөлшерде ақуыз қажет. Сондай-ақ кагор, түйе жаңғақ немесе қызыл алма жеу қажет.
Таңмен аш қарынға немесе түскі ас алдында 50 грамм кагор ішу немесе 3 түйір жаңғақ жеу, күніне 1 қызыл алма міндетті түрде сіздің гемоглобиніңізге көмектеседі. Анардың дәнін жейсіз бе, әлде шырынын ішесіз бе, таңдау өз еркіңізде. Рационыңызға анар жемісін енгізіңіз. Шикі сәбіз бен қызылша шырындарын ішу де өте пайдалы. Бұл көкөністердің шырындары ауызды қуырады. Сол себепті аздап сумен араластырып ішсеңіз болады. Бір күнде жарты стакан жеткілікті. Қызылша шырынын 2 сағаттай қойып қойған жөн. Содан соң барып ішіңіз. Таза ауаға шығыңыз. Саябақта, қала сыртында, далада жиі серуендеңіз. Қанға оттегі қажет. Адам ағзасында барлық минералдар мен дәрумендер бір-бірімен байланысты. Егер біреуі жетіспесе, екіншісінің сіңуі екіталай. Сондай-ақ гемоглобиннің қалпына келу процесі тез болмайды. Әдетте жақсы нәтижеге жету үшін 3 айдай уақыт қажет. Егер гемоглобин қалыпты жағдайдан өте қатты түсіп кетсе, дәрігер жазып берген темір көбейтетін арнайы препараттарды қабылдаңыз. Сонымен қатар шай мен кофе темірдің сіңірілуіне кедергі болатынын ұмытпаңыз. Сондай-ақ темір препараттарын кальций препараттармен бірге қабылдамаған жөн. Себебі кальций ағзаның темірді сіңіруіне тосқауыл болады. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.